Туф балалар ұйықтады, мыналар тез жинап тастайыншы. Таңнан кешке үйде болсам да үйдің жұмысы бітпейді. Папалям, сені трактор едет к нам. Соны айтпай қойсам болмай ма? Бүгін өзіме уход жасайыншы. Басым жуып алсам екен. Қоя берші, қойшы, орамалдың астынан көрінбейді ғой. Өзіме бір киімдер алу керек еді. Қоя берші, оны киімді алғанда қайқа барасың, үйдесің ғой, таңнан кешке дейін. Өзім қашан қыдырып келеді екен. Бүгін жылытпаймен құлдап кеттім, ертең не тамақ істеймін. Ертең бір қонаққа шақырып қалса екен. Үйде құрып отырмыз ғой. Блогер болып кетсем екен. Блогерлердің өмірі рахат қоя. Үшіншісін туып алсам екен. Қой, шындысың ба? Хотя бы жұмысқа шығу керек еді. Ертең қазан гастрольдер жүру керек. Біз жұрттар сияқты қашан шетелге шығады екенбіз. 4 күнге барып қайту керек еді. Қалай сұрансам екен, жіберем екен. Қоя берші, қазір қыстың құрауы ғой, сосын бара жатар. Қашан мені күйеуім қыдыртады екен. Қойшы, қоя берші, ол қызға да шаршап таңнан кешке дейін жұмыста жүр. Хотя балаларға киім алу керек еді. Садиктің ақшасын төлеу керек. Ана бала да күрт жөтеліп жүр қайта. Мына тырнақтарының еттері өсіп кеткен. Хотя бы маникюрге бару керек. Қоя берші, құрсын сосын бар. Аяқты жуылмаған ен апат кіріп тұр, оларды ертең жуу керек. Мыналар тезді жинап орнына апарып тастайыншы. Менің арманым қашан бітеді екен осы? Бизнеспен ба бірдеңемен айналысу керек еді осы. Ақшаны қайдан алсын? Қыздың пособиясы түседі, айтпақшы. Қойшы, құрсын, ұйқым келді. Қой, жатайын мен. Мыналарды ертең қоям, қойшы, тұра берсін.